келсе. Бүгін ертерек келіңдер деген шарттарға түсер алдында жиналыс жасаймыз деймі? Ол не осы сендерде күнде бітпей кеткен жиналыс. Халық жауларының үстіне сот болып жатқан жоқ па? Келіп шарттасында. Кеше барлығымыз сонда алып барды. Осы фашистерді айыптап келдік. Gördün mü? Aklının şarşısını arttırıp tutsa dövüşü. Sağan kaşan kaytan. Aklına tamam. Sım degen sözді ұмытты. Енді түріне келгенде туысынан қалай безейін? Сен де түсінбей қойдың ғой. Ол анауына орынға емес. Халық жауып деген атақпен түсіп отыр. Расында. Мұхиддин нағашым қай халықтың жауы? Өмір бақи қазақтың қызмет етіп келді емес пе? Әке! О, қолым. Совет халқының жауы. Күнгі сен Сталин бастаған Совет үкіметінің жауы. Анашым! Әке, ана, бізде де бүгін соңғы сабақтың орнына жиналыс болды. Бәріміз халық жауларын айыптадық. Ана, біздің класстағы Гүлнардың әкесі халық жауының бірі екен. Әкесінің інісін айтып отыр. Олар соның қарамағында болған ғой. Я, әкесі болмаса да әкесінің інісі халық жауы болса жетпейді ме? Бізге осылай деп, комсомол жетекшісінің өзі айтты. Гүлнардан бәріміз халық жауынан без қарала деп тұрып алдық. Олмай қыз, жылап қалған енді. Туған ағасына, асырап баққан қамқорсына бас тарту оңай ма, балам? Бір күн сенің ана тілің біздің бет өтімізге жетер. Гүлнарды оқытып отырған Сталин бастаған Совет үкіметі солай деу керек. Құдай сақтайды. Баяғыда біздің бала кезімізде ақ қашып қызыл қуғанда осылай отырған көше. Бұл не болды екен ба? Не болды? Халық жауларын атып жатыр. Оны қайдан білдіңіз? Ағылшындар ескі шахта түбіндегі шоғырлардың жанына түнге қарай атып көне салады екен. Балалар оқтың гильзасын жинап алып жүрміз дейді. Қой, айналайын. Ел не демейді, не айтпайды. Бекер болар. Осы әңгімен дуарыңдар сен осы жерде. Мен жұмысқа кеттім. Бүгін түнгі смена білесіңдер.
құрметті қызым. Жолым. Есіктеріңді жақсылап бекітіп жаттыңыз. Жолым. Балам, жатарда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айт. Сонда пәле жала жоламайды балам. Я саған жоламайды. Жасасын күн көздем Сталин деп айту керек. Сонда жоламайды. Біздің комсомол жетекшісі осылай деген. Жарайды балам, жүре ғой. Ұйықтай ғой балам. Ұйықтайын алайын. Жата ғой балам. Ұйықта. Құдай-ай сақтай. Болған болды екен атын ішінде. Болған болды. Болған. Сен менің еме. Апырай, Мұхиддин нағашымның даусын қойды. Иә, сен менің иә. Siz kim olasınız? Musulman bolsan aşağı var. Tabii sen. Muhidden arkadaşımın özü oldu koy. Muhidden arkadaşım. Başıma. Tünüşürdü. Sarıyımızdan. Yetişirsin. İşte onlar. Senin жұмысына кеткен. Kız var. Ұйықтап жатыр. Ақырын söyle. Uyanıp gideceğiz. Şık olur. Өзіміз сияқты шахтер отбасылар ғой. Қайда жүрсіз? Mucize adam naklet. Veririz. Min gana tırıp almam. Ой, bayağı, yetti kaçtı. Üstüm attıklarlar. İyi havaş etkin. Yetti kaçtı. Apa oğlum? Apa? Ауылдан келген кісілер ғой балам. Ауылып келіпті. Сен ұйықтай ғой балам. Ұйықтай ғой. Ұйықта балам. Бағана кешкі шай ішіп отырғанда мықты дауысы естіледі.
Құдайымызға не болғанын айтайын. Қанталап кетті ғой. Есқам ой. Не істедік біз Совет үкіметіне? Аштық деп бұйырдым. Халық жауы деп сабығырдым. Ас! Ayama! Бұл endinde ömür sürgüm gelmeydi! Ататай! Олай демеңізші! Ататай! Ататай! Жүріңізші! Ататай! Жүріңізші! 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 Үйге білем келген бе? Iya, geldi. Kim geldi? Muhittin nagaşım, tündeki. Senin öz есің дұрыс па? Әлде үндеместің қолына түскен адам оңайшылықпен құтылады деп ойлайсың. Ол халық жалбарының тізімінде жүр. Енді қатыпта тастаңшы. Рас айтам. Мұхитtin нағашым тündeki. Кеше мылтық дауысы гүрс-гүрс атылғанда, ол да атылғандардың ішінде екен. Бұған адам бірнеше отты ен. Ол бір тастапты. Кері қалғаннан кейін жасырма. Осында жетіпті. Құдай бізді бір мәлеге итерме деп тұр. Неге аштың есікті? Неге аштың есікті? Неге кіргізді бұл қылмысына неге? Құдайдың өзі өлімдегі қақса. Мен оған қалай кеттеймін?
маған айт. Маған ренжі. Сендерді кеше атқан сияқты еді қайда? Жоқ. Сабыр. Сен ұлтшыл фашистік топтың өкілісің. Сәмен! Сен кешегі біздің атамыздың жанында жамағайын. Күн көшкен Сәндібектің баласы Сәмен емессің ба? Астыңда ат! Алдыңда ат! Атамыздың есебінен болып еді ғой! Бізге бір жамандық көрдің бе? Енді не істедейсің маған, не істедейсің? Өзім де білмей не істедім. Тек өтінем. Емқызға барып қайта тапсыра көрмей өтінем сенен. Атала көжені ұққан боласың. Байларға малдың бәрін қырып сойыңдар да бұйрық беріп қырғызған. Сол алтыларма Асылбектің өзі дейді ғой. Сен де қоймайды кірсі. Қырса менің атамның малын қырғызар еді ғой. Сенің құсағында қазақтың зиялылары келіп қарсы болған ғой. Сол байлардың малы елге мал болмады ғой әйтеуір. Қалаға келіп аман қалдық. Сендер Совет үкіметіне қарсы шығып елді Жапонға саттыңдар. Сендер Жапон шпионысыңдар. Қайдағы Жапон шпионы? Сен өзі өміріңде тірі Жапон көріп пе едің? Жоқ әлде менің сол жақта құда жер жақтасы бар дегенді естіп пе едің? Сен Жапонның қай жерде орналасқанын, Жапон шпионы атанып отырған мен білерін білгенмін. Қазақтың жауы қазақ! Қазақтың жауы қашаннан қазақ болды? Совет үкіметі орнағаннан бері тап күре
Kutbandan менен байымда оқытушылардың атып атқаннан бері. Біз қарапайым адамбыз. Бізге партияның айтқаны заң. Шықпа. Мені таңертең жұмыстан келді деп айт. Жаңа ғана көз түйіп соған кетті деп айт. Үйге кіргізбейін. Баламда тыпырлаған жан көрмейді ғой. Қайда? Не талыс болғанда есіктеріңді бекітіп алып. Барлық қылып жатсыңдар ма? Ие, бір адамның шаруасы болды да, байы мен қатынның арасына дейін сымалап кіріп, әңгімесін білуім керек пе? Кірсем білем. Онда сенің ақын болмасын. Сәмен жаңа ғана түнгі сменадан келіп, шаршап шалдығып, көз шырымын жаңа ғана іліп. Көк шыққандай шетқат жер астында шахтаның жұмысы оңай дейсің бе? Айғайламай сөйле! Сен қатын күшейіп жүрсің ғой. Баяғы маңдайдаған байдың қызымын деп тұрмысың күшейме. Қайдағы байлықты айтасың? Мен білем. Менің қолымда бәріңе де документ бар. Күшейме. Елді берекесін алып жүрсің. Жай ғой. Сендердің қалдырларын бейдіп. Айтпақшы. Үйде қанат сайман бар ма? Ол бізге қайдан келеді? Баяғыда ел ашаршылық деп шұбырып Қарағандыға көшкенде. Қалған жерінде. Кеше ашық сот атуға бұйырған Мансұр Ғатаули қазақтар қырылып жатыр деп Мәскеуге хат жазған үшін жазалы болды. Білесің бе сен? Ол күнді өзің жақсы білесің ғой. Біз қарапайым қараңғы адамбыз. Қайдан білейік? Шынжырғалақ шұбартөс, батақтың тұқымы. Алтынды тауып бер деп. Келін қыздарын суға салып отырып, бір қамшымен жолдан келбетті ғой. Ол кезде сен атқамінердің бір едің. Ұлы көмпескен атқарған сен сияқты ерлер ғой. Сәмен, жалаң аяқ, жалаң бас, кедейдің баласы болсын айтып тұрмын. Бірақ
Мына қатыныңның шыққан жері жат, қанауыстап. Қойныңдағы ұстыршылым бір күн өзіңді шақпалмас. Бұлардың күнгерлік қана малы болды ғой. Мұндай жағаның қайдан көрді сен? Байқаңдар. Байқаңдар. Жан-жақтың толған бәрі халық жоларымен олардың жанашырлары. Сен осы газет оқымайтын қараңғы адамсың ғой деймін, иә? Оқыма деймін. Ежовтың жазғандары. Халық жауларын түп тамырмен құрту керек. Және олардың басқан ізіне дейін өртеп жіберу керек деген. Байқаңдар. Байқаңдар. Әпескенің кезінде талайдың түбіне жеткен қу ғой. Саған қолы жетпейтініне заманатын сетер. Колхоздастырудан кейін басылып қалып еді. Енді көрмейсің бе? Қайтадан ат үстіне мініп алды. Қойшы сен де. Жоқ жерден қалжың қалмайды екен. Нағашымды дейсің. Мұхиттен бізге сор болмаса жарар еді. Жаңағы бәленің қайта айналып келмесіне, аңдымасына кім кепіл? Елге қарай шығарып жіберейін десең, көлік те жоқ. Жаяу қайда барады. Елден адам шақыртса қайтеді, өз көліктерімен алып кетер. Саған айтқан жоқ едім. Жалғыз Мұхиттен емес. Елге басқа нағашылар да екеудің қолында дейді. Жаңағының күшейіп, қолда документ бар деп тұрған кім-кімге жақын, кім-кімге туыс, барлығын екі құдыға айтып беріп отырады дейді. Екі оттың ортасында күйеміз енді. Басқа не істейміз? Ол не сөзің? Не сөзің? Не Мұхит енді? Үкіметті ұстап келіп елге қарабет боламыз. Не Мұхитпен бірге ұстап елге қарабет боламыз.
Күйе берші деген не сөзің балам ал? Yapma kүйе, кәдімгі пештің күйесі. Кітаптағы халық жауларының суреттерін бояп тастаймыз. Кітаптарыңды бүлдіресің ғой қолым ол. Өзіміз таласып тармасып, әзер алдық қой. Мұғалім бүгін осындай тапсырма берді. Мұғалімдердің қызық екен. Кімнің суретін боямақсың? Апа, міне, Сәкен Сейфуллин деген халық жауы. Тағы да Ілияс Жансүгіров деген ақын бар, ол да халық жауы. Бейімбет Майлин деген де солармен бірге. Мұғалім осы кісілердің суретін боя деп айтты ма? Қолым ал, бұл кісілер қазақтың ақын жазушылары, белгілі азаматтары ғой балам. Сәкеннің біздің ауылға келгенде шығарған әні де бәріміз айтушы едік. У Павлика щеки пылают, стыдно ему за отца, ведь тут собрались и ребята из пионерского отряда. Он чувствует стук сердец, и от его взгляда отводит глаза отец. Менің түсінгенім бойынша, Павлик Морозов өзінің әкесін әшкерелеген болып тұр ғой. Әкесі Кулак дедің бе? Павликтің әкесі шаруалардың қанын сұратын Кулак болған. Павлик әкесінің ұрлықтарын көрген. Әкесі оның пионер болғанына да қарсы шыққан ғой. Содан Павлик НКВД-ға әкесінің жасап отырған теріс қылықтары туралы айтып берген. Сол үшін оны Кулактар өлтіреді. Сіз ең басты осыны түсінуіңіз керек. Кулак дегеніміз түгел халық жаулары, алдамшылар. Әке, ана
қағаздарыңды жинап қой. Далаға шығып ойнап кет балам. Иә, қызым, ойнап келемін. Ертең қол сен қоймыз. Сабағыңызды қарау керек балам. Ойнап кет. Бара ғой балам, ойнап кет. Жаңағы бала сіз түйінбейді. Ол өзі комсомол жетекшісіне кеткен жоқ па? Жоқ, ол өтірік айтпайды. Балалармен ойнауға кеттім десек, солармен бірге ойнап жүр. Егер комсомол жетекшісіне айтса, онда немді тынымастай кетіпті. Тым жамала етпей. Әкесі мен анасының сөзінен шықпайды. Совет үкіметі оларға әкең деп, шешең деп, Ленин, Сталин деп үйретіп жатыр емес пе? Бала шіркін соны шын көреді да. Сен де тіліңмен жазған адамсың ау. Сталинда нең бар? Мен Сталин білмейді. Бірақ қазақтың оқыған азаматтардың көп екендігін, өз ұлтының жоқ мұқтажын жоқтайтынын, қорғайтынын жақсы біледі. Тек оқыған қазақтар емес, ауылдағы қарапайым жұмысшыларға ұстап кетіп жатыр ғой. Олар қосақ арасына кеткендер. Түпкі ниеттері ел дейтін азаматтың көзін құрту. Оқыған азаматтар біздің шахтада да жүр. Бірі механик болып, бірі инженер болып. Сенің шахтыңдағы істі басқарып жүргендердің бәрі өзге ұлттың адамы. Қазақтар сендер көздерің жылтырап, көрт ұшқандай, көмірдің күлін қазып жатсыңдар. Сен қанша жамандасаң да, қазақты теңшілікке жеткізген Совет үкіметі бұрын қазақтың осындай өз республикасы болды ма? Заты жоқ дүние! Қазақтың өз республикасы болса, оны неге өз адамдарына басқартпай? Не? Біздің ел басқаратын азамат жоқ па? Біресе Голощекин, біресе Мирзоян. Ол кетсе ертең міне, орталықтан орнына басқа біреу жібереді. Ай, Мұхитдин! Сен үкіметтің атта атқандай жөні бар екен. Тағы сен бе? Бізге бір маза бермей-ақ қойдың ғой. Ей қатын, әлі-ақ мазаң кетіреді. Немене сұғанақ итшектіңіз келені? Солай ма? Солай ма? Солай ма? Қазір екі одан алып келемді. Егінің астан кестені шығармасам ба? Не жаздық саған? Көзедем мен саған. Көзедем. Не жаздыңыз бар? Қазір. Не істеді? Қазір. Не жаздыңыз бар? Енді қайтты! Ақыры сезген екен кім істеліп жүріп. Мен
осы бетінде жүгіріп екі құдағаны жағатын шымақта біз түгел қойымыз. Деместер бірдеңе сұраса не деймін? Бүгін келді деп айт, бүгін келді деп айт. Мұхитіңді айт, бүгін келді десін. Бүгін келдім деп айтсын, мұхитіңді айт. Неге жауап беремін? Білмеймін. Не болып жатыр? Өңің қаш кетті ғой. Мекен болмышы. Тыңшы бірдеңені сезген ау деймін. Сәмен соның алдын ұраймын деп. Сенікі бұдыға кетті. Мен енді еңкігінің қолына тірітсе қоймас. Өзекті жанға бір өлім. Сапатқа барып қайта қайнағанын көргенше қолдарымда өлім. Жастығымды алып кетейін. Қош болыңдар. Сендерге ерсінесін жан. Сыманын ақпасан кім қартайын. Қош қарындасам. Батыржан! Батыржай! Қашқан мен қайдасы барысты қыласың? Ағатайым-ау! Қашқан мен қайда барысты қыласың? Тағдырдың жазуының ауырын қараш. Тым болмаса жаназаларда оқылған жоқ. Ай, бұлардың азасы оңай болмайды-ау. Өзі шемізді қаматытып келді-ау. Өз қолымызбен ұстап берді. Неге? Абыржып қайта-қайта жылап отырсың? Халық жоларын атып жатыр. Халыққа қастық жасағандарға осы керек. Кімнің ақ, кімнің қара екенін Құдайдың өзі біледі. Апа, мен саған айттым ғой, Құдайды ауызғылау ескіліктің белгісі. Сен коммунизмге де Құдаймен бірге барғың келеді. Әкемен ілік алсайшы. Ол нағыз қазақтың жұмысшы табының өкілі. Қайдағы жұмысшы табы? Жұмысшы табы болса, осылай бұқпантайлап отыра ма? Қазақтың бас көтерер азаматтарын қатарлап қойып
Ең болмағанда өлгендердің соңынан дұға оқуға да жарамады. Қарағандыға келіп, жеті қат жер астында көмір қазғанда, Құдайдың маған бұйыртқаны осы көр болса, Құдайдың маған не керегі бар деп едім. Бір адамға екі өлім жоқ деуші еді үлкендер. Бәрінен де ардан аттап күнде өлген ауыр екен. Құдай сендердің бастарыңа бізге түскен таңдауды, бізге түскен бейнетті бермесін. Мен аруақтарға дұға оқиын. Bismillahirrahmanirrahim. жылы халық жау деген жаламенен Алаштың бекбұстары 25 мың ар тұлғалы зиялы қауым өкілдері оқушта. Олардың арасында Алаштың көсемі Әлихан Бөкейханов, Қазақстан үкіметінің басшысы Сәкен Сейфуллин, Жетісудың ақтаңгер ақыны Ілияс Жансүгіров, белгілі қаламгерлер Бейімбет Майлин менен Мағжан Жұмабаевтар бар болатын. Қазақ даласы осы зұлматта күңіреніп, қан сасып жатты. Құрметті көрермен қауым, бүгін сіздер тарих ғылымдарының докторы профессор Жамбыл Артықбаевтың Мұхиденнің тағдыры атты қойылымын тамашаладыңыздар. Рөлдер мен орындаушылар: Таңшы рөлінде Елдос Шыңғысов, Үміт рөлінде Аида Әбілқасымова, Сәмен рөлінде Жанат Садықов. Ырымжан рөлінде Динара Ақан. Бас кейіпкерді сомдаған Мұхиден бейнесінде Еркебұлан Уалханов. Қойылымның суретшісі Сәкен Дәулетбаев, әуен беруші Әбдік Шаймерденов, гример Арайлым Сейткенова, костюмер Айгерім Мұздыбаева. Қойылым режиссері, қойылым суретшісі Сәкен Дәулетбаев,
қойылым режиссері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық, республикалық, аймақтық фестивальдардың лауреаты, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі Сламбек Жұмағали. Құрметті көрермен қауым, мен бір 5 минут уақыттарыңызды алайық. Осыдан екі айтып қой, мынау елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының аясында республикалық реестрге кірген театр айлығы мереке шарасы басталған болатын. 2 апта бұрын осы екі халық театрының спектаклін көріп тамашаладыңыздар. Бүгін мінекей біздің сіздердің назарларыңызға тарихи сонау көнеден келе жатқан халықаралық халық театрының қойылымын көріп тамашаладыңыздар. Енді өте жақсы тамаша қойылым болды, ауырда болды. Бұл енді мына жас балаларға айтатын, бұл біздің мың өліп тірілген қазақтың басынан өткен тарихи оқиға, тарихи кезең, ақтаңдақтар дейді, зұлмат жылдар, жаңа қолдан жасалған қырғын, саяси қуғын-сүргін, осылай біздің халқымыз осыны көрген. Соны көрген халықтың ұрпағымыз біз, мың өліп тірілген. Соны мына бүгінгі жастар көрсін, білсін, кітаптан оқыған, тарихтан оқыған бір мінекей сахнада өзіміздің біреудің ағаларымыз, біреуіміздің бауырларымыз осыны тамаша қойылым жасап берді. Енді жаңа шығарманың авторын айтып отыр ғой, жерлесіміз үлкен ғалым Жамбыл Артықбаев жазды бұны, қойылымды бізге қойып беруге көмектескен өзіміздің мінекей жақсы көретін бауырымыз Сламбек бірнеше күн жатып осыны дайындады. Сізге сәке көптен көп рахмет. Ұрпақтар сабақтастығы деп бір сөз айта кетейін. Мынау халықаралық халық театры, Масат қайда? Халықаралық халық театрының тарихы тереңде. Мынау алдыңғы жылы қайтыс болды, 100-ден асып, 101-ге қараған шағында Хабиба Елебекова, Жүсіпбек Елебековтің жұбайы, біздің апамыз екеуі де жерлесіміз. Хабиба Елебекованың естелігінде мен өз аузымнан естідім. 32 жылы осы қуғын-сүргіннің алдында қолдан жасалған қырғынның кезінде 16-17 жастағы қыз балам, апам Дәлила екеуміз аштықтан енді міне бүгін бе ертең бе деп ел қырылып жатқан кезде ел аралап жүрген, сол кезде милицияда істеген осы елдің үлкен азаматы, бәріміздің әкеміз Жақсыберген аға деген болған, білесің Жақсыберген, үлкен адамдар біледі, Толыбек. Сол кісі екеумізді қолымыздан жетектеп әкеп, Қарқаралыға әкеп, жұмысшылар общежитиесінен бөлме алып беріп, Қарқаралы халық театрына жұмысқа тұрғызды бізді деді сол кісі. Сонда ойлаңыздар, 30 жылдар Қарқаралының мәдениет үйінде, Қарқаралының мәдени сахнасында халық театры қызмет жасаған. Міне сол халық театрының еңбек жолын, өнер жолын үзбей жалғастырып кеткен бүгінгі мынау аудандық мәдениет үйінің, мәдениет бөлімінің қызметкерлеріне шын жүректен алғыс айтып рұқсат етіңіздер. Сәмеден Қамаш аудандық мәслихаттың хатшысы келіп отыр, бұл кісі бір сөз айтты, содан кейін біздер сыйлығымызды береміз. Құрметті көрермен, міне бүгін осы театр айлығының шеңберінде үшінші қойылымын тамашалап жатырмыз. Енді осы аудан көлемінде ыңғай айтып жүрміз біз. Өнерлі азаматтар көп, осылардың өнерін осындай өз ортасын, өз ауылында, әйтпесе өзінің жаңа елді мекенінде, өзінің село округында ғана емес, осындай үлкен сахнада қойып, сол арқылы осы кісілер бізге мынау театр сүйер қауым мына жерде көріп отырсыздар, үлкен көп балалар, жаңа Сәләуәлі айтып жатыр, балаға қабылдауға оңайда қойылым емес, дегенменен тарихта ыңғайғана осындай не жақсы, не жаман емес, барлығы да біздің қазақ халқының басынан өтіп келеді. Егеменді еліміз сол өзінің тарихын ұмытпай, осының барлығынан сабақ алып, біз қандай болдық?
қайда барамыз, қалай болуымыз керек деген сұрақтарға әрқашанда жауап іздеп тауып, сол арқылы өзімізді ұрпақты да тәрбиелеп сөйту солай болу керек. Осыған көп еңбек сіңіріп жатқан осы біздің Қарқаралы мәдениет үйінің қызметкерлерін, театр ұжымын барлығын құттықтаймыз және осы әрқашан осындай шығармашылық табыс тілеп, бұдан да жақсы қойылымдарды сіздермен бірге тамашалаймыз деген үміттеміз. Рахмет. Албан Күршінің атынан осы қойылымды бізге қойып беруге көмектескен Сәкенмен Орамал Толықбамбет жолы болады. Табыс етіп Тағы тарихи деректі айтып өтейін. Бұл спектакльді қойған Қарқаралы халық театры. Театр біздің атақты жерлесіміз Атығай Шаниннің атында. Атығай Шанин дегенде тегін адам емес. Қазақтың тұңғыш режиссері Жұмат Шаниннің інісі. Екеуі де біздің жерлесіміз. Сондықтан ат келінді аруағы бүгін бір аулап түсіп жатқан шығар. Енді Сәкенге сөз берейік ал. Армысыздар, ардақты ағайын, қасиетті киелі Қаздауысты 300-дің төбе би Қаздауысты Қазбек бабамыздың ұрпақтары, бұл қасиетті киелі өңір. Бұл жерге келудің өзі біз үшін үлкен мәртебе. Оның үстіне Сәкен театры биыл 86 жыл болса, осы біздің Сәкен театрының іргетасын қалаушылар қарқаралықтар болғанын мақтаныш етуге болады. Олар Ахмет Жетімтаев, соғыстан оралмай қалған Қалкен Жетімтаева, Рамазан Баймағамбет, Ырымкеш Омарханова, Жәмила Шашкина, бүгін театрдың ақтаңгер актрисасы атанып отырған менің шәкіртім Дина Заидова секілді өнер торландар қызмет етіп жатыр. Сондықтан да менің келуімде де заңдылық ешқос елге күйеу боламын, парызымды өтеп жүрмін, алдағы уақытта да өтейін деп ойлаймын. Театр ұжымына алғысын білдіргенде біздің жастар одағының басшысы Аслан бауырымыз келіп тұр, сөз айтады. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Міне біз осындай бір тамаша кеште сонау сұрапыл 30 жылдардағы қатыгездікке өзіміздің барып келген секілді күйде кешіп отырмыз. Шынымен сол кездегі адамдар осындай үлкен сахнада сол кісілердің өмірлері туралы айтылады дегенге, о кісілердің түстеріне де кірмеген шығар. Міне біз бүгін осындай қиын қазақтың күндерін осындай үлкен сахнада көре отырып, бүгінгі күнімізге тәубе етіп, болашаққа жарқын қарайтын күнге келіп отырмыз. Сол кісілердің армандаған армандарын біз бүгінгі күні көк туымызды желбіретіп, болашаққа айқын басып, бәріміз бірге жұмыла көтеріп, елімізді асқақта беруге жасын демекпін. Енді міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Атығай Шанин атындағы халық театр қандай бір тамаша көрініс көріп отыр. Осы көріністің ішінде ауданымыздың жастарға үлгі көрсетіп отырған, үлкен сахнада өзінің өнерін ортаға салып отырған Ақан Диляра қарындасымызды жастардың атынан шағын сыйлықпен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Жастарымыз көбірек болсын деп рахмет. Құрметті қауым, мынау өнер сүйер қауымның атынан, халықтың атынан, ауданымыздың кәсіпкерлерінің атынан Дөжан апамыз келіп отыр. Бір ауыз сөз айтамын. Бүгін Қарқаралы жұртына осындай жақсы бізге демалыс сыйлаған, осы қойылымды дайындаған Қарағандыдан келген Сыламбек бауырыма ескерткіш ретінде сурет. Және біздің Қарқаралы енді жақсылар мен жайсаңдар жүріп өткен жол. Сол жаңа Қазақстанды қандай ата-бабамыз бізге осы жерді, елді, байтақ найзаның күшімен, шоқпардың күшімен алған осы байтақ қазақ жерін жастарымыз осындай жайлата берсін, патриот болсын. Келешекте осы жастарға ағасы ретінде біздің жиеніміз мына Азатқа сыйлықты сыйлауға рұқсат.
Онда құрметті көрермен, уақыт келіп тауып келгеніңізге рахмет. Келесі жұмада тағы кездесеміз. İşte fotoğrafı, işte